Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын пончики жасаймыз. Балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Столға қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Қанекей бірге әзірлейік. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, оған аз-аздан қант салып отырып, қанты ерігенше және май ағарғанша миксерлеп аласыздар. Одан кейін жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып, тағы да миксерлеп аламыз. Осылай миксерлейміз. Енді ұнымыздың ішіне разрыхлитель мен ванилинді салып араластырып аласыздар. Он міндетті түрде електен өткізілген болуы тиіс. Енді ұнымыздың жартысын салып миксерлеп аласыздар. Енді бұған сүтімізді құйып және де қаймағымызды салып, екеуін жеке-жеке салып миксерлеп аласыздар. Осылай. Осындай масса пайда болды. Енді бағанағы қалған ұнымызды салып лопатканың көмегімен араластырамыз. Осылай пончиктің формасын алып, оны майлап алыңыздар. Осылай майлап аламыз. Енді кондитерский мешокты алып, оны стаканның ішіне салып, бағанағы массаны құямыз. Сол кезде ыңғайлы болады. Құюға және де формаға орналастыруға. Осылай массамызды құйып аламыз. Енді оны формаға орналастырасыздар. Қатты көп емес, қатты аз емес қылдырып, орташа қылдырып, өстіп құямыз. Осылай құйып аласыздар. 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 30 минуттай пісіреміз. Бетіне глазурный капеллаларды өстіп қолданамыз. Осындай әртүрлі түсінен водяной баняда ертіп аласыздар. Осылай әсемдейміз. Өздеріңіз қалағанша әсемдесеңіздер болады. Осылай. Мен осылай бетіне неше түрлі посыпкаларды сеуіп, осылай әсемдедім. Ас болсын, каналыма жазылып кетіңіздер.